Сәлем, достар. Бүгін біз супермаркеттен жиі алатын, салқындатылған, тәтті, шай секілді көрінетін бір сусын жайлы сөйлесеміз, Fizzy Tea, яғни Fizzy Tea. Көпшілік оны шайдың пайдалы түрі деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде, оның ар жағында не жатқанын 95 адам білмейді. Осы видеода біз оның пайдасы мен зиянын нақты, ғылыми негізде талдаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіз, денсаулығыңызға байланысты маңызды ақпарат бар. Бір бөлім, Fizzy Tea'дің құрамы қандай? Fizzy Tea шай негізінде дайындалған сусын. Құрамында қара немесе жасыл шай сығындысы, қант немесе глюкоза, фруктоза шәрбаты. Дәм берушілер лимон, шабдалы, мангот. Қышқылдық реттегіштер, консерванттар, ароматизаторлар бар. Мұның бәрі бір бөтелкеде. Бұл сусын табиғи шайдан гөрі тәтті газсыз сусынға көбірек ұқсайды. Екі бөлім, Fizzy Tea'дің пайдасы бар ма? Иә, Fizzy Tea құрамында аздап антиоксиданттар болуы мүмкін, ол шай сығындысының әсерінен. Бұл заттар ағзаны зиянды бос радикалдардан қорғайды. Бірақ, назар аударыңыз, бұл антиоксиданттардың мөлшері өте аз. Оның пайдасы тек табиғи шай ішкендегідей болмайды. Кейбір адамдар үшін Fizzy Tea газды сусындарға қарағанда жеңілірек альтернатива болуы мүмкін. Бірақ бұл оны пайдалы етеді деген сөз емес. 3 бөлім, зияны қандай? Бірінші, қант. Fizzy Tea'дің бір бөтелкесінде 0,5 л, шамамен 25 г. Бұл сіздің күнделікті қант нормасының 80-100-ын жабады. Екінші, тәуелділік. Тәтті дәмге үйреніп алған адам, кәдімгі суды ішкісі келмейді. Бұл сусындарға психологиялық тәуелділік қалыптастырады. Үшінші, артық салмақ. Fizzy Tea'ны жиі ішетін адамдарда артық салмақ пен зат алмасу бұзылыстары жиі байқалады. Төртінші, бүйрек пен бағауырға жүктеме. Қант, консервант, бояғыш, мұның бәрі бүйрек пен бауырды жұмысқа шамадан тыс мәжбүрлейді. Бұл органдар уақыт өте келе шаршайды. 4 бөлім, балалар мен жасөспірімдерге қауіп ме? Өкінішке орай, Fizzy Tea'ны көбінесе балалар мен жасөспірімдер ішеді. Бұл олардың тіс эмалін бұзады. Инсулин деңгейін жиі көтереді. Гиперактивтілік пен шаршағыштық тудырады. Одан да пайдалы балама су, табиғи компот немесе үйде дайындалған лимон қосылған шай. 5 бөлім, қорытынды. Fizzy Tea дәмді, бірақ ол шын мәнінде пайдалы шай емес. Бұл тәтті, консервантқа толы сусын. Егер денсаулығыңызды ойласаңыз, оны күнделікті ішуден бас тартыңыз немесе мүлде шектеңіз. Ең дұрысы кәдімгі қара немесе көк шай, аздап лимон қосып үйде дайындаған сусындар. Егер осы видеодағы ақпарат пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Жаңа видеоларда пайдалы ақпаратпен қайта жүздескенше.